Жаратушы жаратқан жаратылыс үндестік пен үйлесімдіктен тұрады. Біз жаратушыны іздесек, онда біз жаратқаннан не жаратты? Табиғаттан, бізді қоршаған ортадан, болып жатқан жайыттерден біз сол жаратушыны танимыз. Ал енді біз енді физикаға деп айтайық, жаратылыс заңдылықтары, физика заңдылықтары. Сол физика, астрофизик Козырев деген болған, үлкен ғалым. Сол кісі уақытында теориясын айтқан, зеркала эффектін немесін. Оны мистика деді, анау бұл дінге тікелей қатысы бар, анау бар деген немемен соны тоқтатқан оны. Бірақ өмір деген ізденіс, мемлекеттің алдында тұрған үлкен бағдарламалар болған, қалай шешеді деген. Соған Сибирское отделение Академия наук ашқан кезде Казначеев деген академикке тапсырма берген. Дальний Востоктағы северные народы 40 жас болған, соны 60 жасқа дейін хотя бы СССР уақытында соны өмірін ұзақ тұруға бола ма деген. Сонда енді Казначеевтің естелігінен айтсақ, былай дейді. Бір күні пойызда Козыревпен бір немеде болып қалды дейді. Сөйтіп ол айтты, мына сенің мәселеңді шешудің бірақ жолы бар. Ол Козырев теориясына байланысты, оны істеу қиын емес. Сонымен ойланып көрсем дейді, шынымен ешқандай неме жоқ. Қысқасы, сол Козырев айнасын істедім дейді. Институт целый мемлекеттік государственный неме болған кейін. Сол нәтижеге жеттік дейді. 60 жас немеге буквально 40 жастан 60-қа көтеруге 10 жылдың ішінде біз нәтижесіне жеттік дейді. Адамдар ауырмайтын болды, қартаю процесін тоқтата білдік дейді. Ана юрта өзінің еранғы дейма, сол ерангының бір жерлеріне жағы кішкентай пленкалар, мынау фольганы қойып, немені қойып, соны солай істеп. Оказывается, ол жұмыс істейді екен деп. Ал енді мен мына дінге де сәл қатысым болған екен, өзім Козырев айнасын Казначеевтің еңбектерін танысып неме болып жүрген адамға, мынау Құранда аят бар, Нұр сүресі бар. Нұр сүресінің 35-ші аяты мен 38-ші аяты былай дейді. Алла тағалам жер мен көктің нұры дейді. Ол нұр айнаның ішіндегі қуыста дейді. Сонда мен қалай сол аятты оқығанда, бірде сен Козырев айнасын есіме түсті. Прям пирамида әшейін жөннен тастың анау қатты тастардың бір немелер болады екен. Солардан да сондай отражение береді дейді Козырев. Сонда осы нәрсе жұмыс істей бастайды. Қысқасы, онда не істемеске оны деген сұрақ. Бірақ қалай істеу керек, не істеу керек деген алғанда, енді мен 17 рет шілде зікірде отырған адаммын 40 күннен. Соның ішінде Нұр деген бұл әлі Козырев айнасына келмей тұрғанда, мен Нұр деген есіммен 81 күн Нұр сүресін зікір етіп отырған. Сіз шілдеге отырып 40 күннен, ал жерде 81 күн. Сонда неге ол? Ол суткісіне 24 сағат болса, мен 4 сағатқа ұйқыға, 4 сағаттың ішінде намазға, тамақ ішуіне соған 4 сағат бөліп, қалған уақытта 20 сағат тоқталмай соны айтып отыру. Сонда мен нұр алғам. Тікелей келіп, онан аруақ дейді, анау дейді. Мен ондай білмеймін. Алла қай кейіпте келеді, кімді жібереді, қай періште, қалай жұмыс істейді, ол Алланың физикасы, мен оған немем жоқ, шатағым жоқ. Ал енді бірақ келді, алды, берді маған, моншақ қылып кішкентай. Кейін өмірдің бір кезінде, именно сол нұр, сол жинайтын жағы. Маған аян келе бастады, соны істе деп. Істедік. Бірінші эксперимент өзім басқа адамдарға, балдарға, ішіне жата сал, ете сал деп, бір оқ берес пе, дем салып берес пе дегенге келген адамдарға, ішіне жата тұрсын мына ішіне деп, очередь болып қалады, көп отыра бермеге деп. Сонда сол балдар, мен 4 атам келіп, бата берсін, сіз береді екенсіз деп маған сондай нәтижелі көре бастадыңыздар. Сол жерде айтып, мен таңғалғам, қалай 4 атасын дейсіз, қасында мен де сол аппараттың қасында отырып, мен көрген жоқпын деп. Қысқасы сол жұмыс істейді екен.